Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздерге күлкінің пайдасы жөнінде айтатын боламын, яғни психологиялық жағынан. Алдымен менің каналыма тіркеліп, пікір жазып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Ақпарат пайдаңызға жарайды деген сенімдемін. Кеттік ендеше, видеоны соңына дейін қараңыздар. Күлкінің пайдасы. Күлкіні біз тек адам көңіл-күйінің сыртқы бейнесі ретінде білеміз, бірақ оның денсаулыққа тигізер пайдасы көп екенін біле бермейміз. Адам күлген кезде беттегі ет талшықтары демалады. Бір нәрсеге ашуланып болмаса қатты ренжіген уақытта қырғыш бұлшық ет жиырылып, түйілсе күлген сәтте оның 17-сі ғана жиырылады екен. Күлкі адам миының сол жақ жартысының жұмысын жақсартады. Осы мезеттегі биохимиялық процестер күйзеліске түсіретін гормондардың пайда болуына жол бермейді екен. Қатты күлгенде қанда эндорфин пайда болып, ауырған жерінің сыздағанын басып тастайды екен. Ал мұның өзі адамды ентікпеден, бастың сақинасы мен жауырын құрысуын әлсіретіп емдеуге көмегін тигізеді. Күлкі бетке массаж жасап, тынысты кеңейтеді. Шын күлген сәтте ғана тамыры кеңейіп, жұмысы жақсара түседі екен. 5 минуттық риясыз күлкі 40 минуттық жақсы демалыспен тең. Күлкі өмірді ұзартады дейді. Сол себепті әрдайым күлімдеп жүрейік. Достар, өмір сүрген оңай әрі жеңіл. Бізге бір-ақ рет берген өмірді өте тамаша етіп өмір сүрейік, достар. Сол себепті өміріңізде күліп жүріңіз. Өте ибалды, инабатты, әдемі, қарапайым бола беріңіздер. Достар, менің каналыма тіркеліп, пікір жазып, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Мен сізді каналымда күтемін. Алдағы уақытта пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.